Өлген қызды зорлаған Қастылудың жазығы не? Шырт ұйқыда жатыр едім. Телефон қоңырауы оятты. Асығыс тұрып тұтқаны көтердім. Ассалаумағалейкум мереке. Біздің ауданнан өлік табылды деген Талмастың даусы естілді. Уағалейкум ассалам. Мекен жайын айт, деп телефон қасында дайын тұрған қағазға тездетіп жазып алдым да қазір барамын дедім. Тез киініп, жылдам шығып көлігіме отырып, айтылған жерге жедел жетіп бардым. Қаланың сырт жағы. Біздің ауданға қарайтын үлкен арықтың жағасы екен. Бір қарағанда көзге түсе қоятын жер емес. Көпірдің астында фонарларын жағып жігіттер жүр. Қастарына жақындадым. Тегіс амандасып өлікке көз жүгірттім. Жастау әйел адам. Көзі бақырайған қалпы ашылып қалыпты. Тамағында жіңішке бау тәрізді жіп. Кофтасы жыртылған, шалбары бір аяғынан толық шешілген. Іш киімсіз. Криминалист жігіт жақындап келіп, алдымен өлтірген, сосын зорлаған сияқты. Тағы зерттеймін. Буындырып өлтірген. Қарсылық көрсеткен. Тырнақ астынан теріздері, балшық, шөп, керектің бәрін салып алдым. Сараптама жасаймын. Міне қара, мына жерде қылқындырған тәрізді, деп сәл ары таман жерді көрсетті. Мынаны қара деді. Жер кәдімгідей тебіліп қазылып кеткен. Шөптер жұлынған. Әйелдің бір аяқ киімі сол жерде қалған екен. Сосын жанындағы шөптер жабырылып бері тартқан тәрізді. Бүкіл нәрсені ойыммен суреттеп қарап тұрмын. Иә, біраз арпалысқан көрінеді. Жан-жақтағы шөптердің мыжылғанына қарасаң анық көрінеді. Дөңнен де сүйрелеп түсірген тәрізді. Езіліп сырғанаған жерлер бар. Өлгеніне қанша уақыт болыпты дедім, криминалистке қарап. Бір тәулік деді. Бір тәулік бойы ешкім байқамаған ба деп участковыйға қарадым. Өзіңізді байқаған боларсыз. Адам келетін жер емес. Көпірден ешкім өтпейді. Бұл ескі көпір. Анау кісінің иті тауыпты. Сол кісі хабар берді деді. Түсінікті. Талмас, сен сол куәгерден жауап ала берші дедім де келіншекке қайта бұрылдым. Кең маңдайлы, қиылған қасты, қара көзді, ұзын кірпікті, қыр мұрынды, жұқа ерінді, томпақ домаланған бетті сұлу келіншек. Шашы жайылған, өте ұзын емес, қап-қара екен. Саусағында бірі неке жүзігі, екіншісі үлкен көзді, екі сақинасы бар. Мойнында алқасы, құлағында сырғасы бар. Бәрі сары түсті алтынға ұқсайды. Білегінде әйелдерге арналған механикалық сағат. Ұры емес, ұры болсам мыналарды сыпырып алып кетер еді дедім іштей. Қол сөмкесі болды ма деп жігіттерге қарадым. Бұл маңнан әзірше табылмады. Біз қарап жүрміз деп ораз жауап берді. Іздеңдер, қалт жүрмеңдер дедім. Таң да бозара батып келеді. Дөңнен көтеріліп төбеден төмен қарай қарап тұрмын. Бұл жерге қалай келген, немен келген деген жолдың үстімен ары бері жүрдім. Қаладан бір шама алыста оңаша жер емес. Оңаша жер. Бұл жерге көлікпен келеді ме, жаяу да келе алады. Бірақ ол үшін бірге келген адам танысы болу керек. Күн сәулесінен төгілген жарық барлық жерге жайылып, көпірдің үсті анық көріне бастады. Жан-жақ анық көрінді. Көпірдің үстінен бірдеңе анықтау мүмкін емес. Жігіттер өз көліктерін толтырып тастады. Ереке, мәйітті алып кетсек деді криминалист. Басымды изедім. Қайта оралып, мәйітті көлікке салғалы жатқанда бетін ашып тағы бір қарадым. Қастылудың өзі. Бір тәулік жатса да әдемілігін жоғалтпаған. Бақырайып ашық қалған көзі денеңді тітіркендіреді. Сонымен жұмбақ өлім. Аты белгісіз келіншек болды. Келіншектің жасы шамамен 29-30 аралығында. Бойы 1,67. Азиялық келіншек. Бірден іздеу салғандарына қарап шықтым. Осы 2 тәулікте ешкім бұл келіншекті іздемепті. Ешқандай да арыз түспеген. Көрші аудандарға да сұраныс жасадық.
Жақын күнде ешкім іздеу салмапты. Жұмбақ, бұл кім? Неге 2 тәулікте ешкім іздемейді? Сайын Сейфуллин көшелеріндегі жезөкшелердің бірі ме дейін десем, сараптамада жыныстық қатынас тек өлі денеге болғанын айтты. Алдымен өлтірілген. Не үшін өлтірді? Қаланың барлық аудандарына ескерту жіберіп, бұл келіншекті анықтап алмақшы болдым. Еш жерден бұл келіншекті іздеген жан жоқ. Ешқандай іліп алар, ойға салар ұшын таба алмай дал болдым. Бір тәулік өтіп барады. Түк таппай бастықтан да сөз естіп кабинетіме келдім. Келіншектің фотоларына тесіліп көп ойландым. Түрі анық көрінген фотоны алдым да Оразға бардым. Орике, мына фотоны реддерге апар. Теледидардан тереу үзбей көрсетсін. Шұғыл ақпарат десін. Барынша жиі хабарласын. Телефон нөмірін жаз. Таныған адам хабарласын. Тездет. Қылмыскер ізін суытпай тұрғанда ұстауымыз керек деді. Ораз жылдам шығып кетті. Мен бөлмеме келіп, басқа шаруалармен айналысып кеттім. Екінші тәуліктен асып барады. Бір келіншек қоңырау шалыпты. Біз салған фотоны суреттен өлікті таныпты. Тездетіп келіншекке өзім бардым. Қасымда Талмас балды. Яғни Талмас болды. Көрші ауданда кіші көшеде елеусіз жерде орналасқан дүкен бар екен. Аласа бойлы толық сары келіншек қарсы алды. Амандасып өзімізді таныстырып болған соң, дәмелі, біз не себептен келгенін түсініп тұрсыз ба дедім. Нақты болмаса да түсініп тұрмын деді. Сіз фотодағы келіншекті танығаныңыз анық па дедім. Мен теледидардан көргенде шошып кеттім. Расымен Құралай емес пе? Деп неше мәрте қарап, Құралай тұрған үйге қоңырау шалып едім. Құралай бірнеше күн болды, келмеді. Сосын сіздерге қоңырау шалдым. Мүмкін ол емес шығар деп, көзі бақырайып, ерні дірілдеп, сұраулы көзбен бізге қарай берді. Құралай дедіңіз бе? Тегі қалай еді? Қай жердің қызы? Сіз қайдан танисыз деп Талмас бірнеше сұрақты жаудырды. Келіншек сәл сасқалақтап жұтынып алды да, иә, ол құрбым. Біз бір ауылданбыз. Тегі Сәрсенқұлова. Алматыға бірге келгенбіз. Ол шаштараз, мен сатушы болып кеттік. Деп екі көзінен жас аға отырып жылады. 4 үй ары таман шағын шаштараз бар. Сол жерде жұмыс жасайды. Мен бардым. Ол жұмысында жоқ деді саусағын шошайтып, терезеден даланы нұсқап. Сізден басқа қандай таныстары бар дедім. Ол жағын білмеймін. Мен осы дүкенде жатып істейтін болған соң, ол пәтер жалдап тұрған. Сол пәтердің иесі қасында Жадыра деген құрбысы бар, деп ойланып отырды да, жұмысындағы бірге жұмыс жасап жүрген қыздар, бастысы ой көп қой деді. Әлі ойланып отыр. Тұрмыста емес пе деді. Жесір әйел, бір қызы бар. 3 жыл бұрын күйеуі суға батып кеткен. Қызы енесінде деп тағы ойланып кетті. Неге ойлана бересіз деп Талмас сұрақ қойды. Оған не болды? Фотода нақты ештеңе жазылмаған. Тек киімін таныдым деп дереу хабарласуын өтінген. Құралайда оған не болды? Көзінен жастар домалап, Құралай қайда деді. Неге жыладыңыз? Сіздер келген соң бір жамандықтың болған ішім сезіп отыр. Өз-өзімді ұстай алмай отырмын. Өзі аман ба? Деді сұраулы көзбен Талмас екеумізге кезек-кезек қарап. Өкінішке орай фотодағы қыз қайтыс болған. Біз өлі денесін таптық дедім мен. Дәмелі аузын алақанымен жауып селк ете қалды. Көзі бақырайып, сұп-сұр болып кетті. Сіз мәйітханаға анықтап беруге бара аласыз ба дедім. Дәмелі сәл ойланып басын изеді. Бәріміз жылдам қозғалып, мәйітханаға бет алдық.